Түркістан облысы полиция департаменті жедел басқару орталығына Сарыағаш ауданының сот орындаушысынан қаржы мекемелерінің бірінде 13 миллион теңге берешегі бар Түркістан қаласы тұрғынының автокөлігін ұстау туралы өтініш келіп түскен. Тәртіп сақшылары қалалық бақылау камераларының көмегімен облыс орталығы мен республикалық маңызы бар жолдарды тексерді. Нәтижесінде полиция қызметкерлері 2 сағат ішінде республикалық маңызы бар трассаларының бірінен Toyota маркалы автокөлікті анықтады. Операторлар деректерді патрульдік полиция инспекторларына тапсырды. Олар аталған көлікті тоқтатып, айыптұраққа қамады. Түркістан облысы Сарыағаш ауданының жеке сот орындаушысы менің өндірісіндегі Түркістан қаласының тұрғынының иелігіндегі автокөлікті ақылы автотұраққа қою бойынша қаулы шығарып, Түркістан полиция департаментінің жедел басқару орталығының басшысы Сәбитке кіріп, қаулыны орындау үшін беріп өтініш айттым. Қаулыға сәйкес борышкердің атына иеленіп жүрген автокөлік санаулы уақыттар ішінде автотұраққа қойылды. Атқарылған жұмыстар үшін үлкен рахмет айтамын. Жұмыстарына табыс тілеймін. Өз кезегінде сот орындаушысы жедел басқару орталығының басшылығына қарызды төлеуден жалтарған жүргізушіні анықтауда көрсеткен жеделдігі мен жәрдемі үшін алғысын білдірді. Полиция департаменті жедел басқару орталығы бастығы Сабит Бақтығалиев атап өткендей, 2023 жылдан бастап жедел басқару орталығы операторлары бейне бақылау камераларын пайдалана отырып, жүргізушілері әкімшілік айыппұлдар мен қарыздарды төлеуден жалтарған 20-ға жуық көлікті анықтаған. Бұл бағыттағы жұмыс алдағы уақытта да жалғасатын болады дейді мамандар.